Сәлем, ана мен бала каналына қош келдіңіз. Жазылып қойыңыз. Бұйырса, осы жерде отбасылық қарым-қатынасқа байланысты сабақтар болады. Ана мен бала жайлы айтпас бұрын, ең алдымен күйеуі мен әйелінің қарым-қатынасы жайлы айту керек. Олардың әрбірінің өзінің сау қатынасқа дайындығы жайлы, әрбірінің сау психикасы жайлы айтуымыз керек. Сонда ғана сау психикадағы бала болады. Сонда ғана жақсы баланы тәрбиелейміз. Сонда ғана бақытты баланы тәрбиелейтін боламыз. Мен Сара Райымбекқызы, отбасылық коуч, кеңесші. Халықаралық дәрежедегі практик психолог боламын. 5 жыл көлемінде әйелдермен жұмыс жасап келемін, және де бірнеше курстардың автормын. Көбінде қалыңдықтармен және отбасылы әйелдермен жұмыс жасаймын. Қалыңдықтарға арналған, қыздарға арналған курстарым бар. Бірнеше әйелдерге арналған, аналарға арналған курстарым бар. Инстаграм парақшасында ұдайы үздіксіз жұмыс жасап келемін. YouTube каналыма кезінде сатылымда болған мен және отбасы курсын тегін бергім келіп отыр. Қазір осы аудиомнан кейін сол сабақтың видеонұсқаның аудионұсқасын саламын. Сабаққа оралсақ, бірінші модуль стресс және эмоционалды выгорание, зорығу жайлы болады. Себебі әйел адам эмоционалды выгораниядан шықпай, ол өзіне ілім қондыра алмайды. Отбасылық өмірде бақытты сезіне алмайды. Алға жылжи алмайды, былайша айтқанда. Бір орында тұрып қалғандай сезім үнемі сіздерде болса, үнемі шаршаңқы жүрсеңіз, үнемі ешнәрсе жақпаса, нервная болсаңыз, онда міне осы выгоранияның белгісі. Бұл кезде сіз білім аламайсыз. Мен, яғни өзіңіздің меніңізбен жұмыс жасау арқылы ары қарай отбасыңызға үлес қосасыз. Одан кейін екінші модуль қатынаста бақытсыздық деп атадым. Ол жерде улы қатынас, тәуелді қатынас жайлы айтылады. Одан кейінгі үшінші модуль менің үш күйім, яғни менің бала күйім, ересек күйім, ата-ана күйім жайлы, есею жайлы, сепарациялану жайлы тақырыптар өрбітіледі. Одан кейінгі модульде біз жеке шекараны қорғаудың жолдарын үйренеміз. Өзіміздің жеке шекарамыз қай жерде екен, соны анықтайтын боламыз. Тесттер, тапсырмалар және сабақтың барлығы практикалық бағытқа арналған кеңестерден тұрады. Одан кейін конфликттен дұрыс шығу. Жеке шекараны қорғауда, естественно, біз не істейміз? Конфликтовать етеміз. Сол конфликттен дұрыс шығу, конфликттің пайдасы жайлы айтылатын сабақтар болады. Одан кейін жертваның психологиясы, яғни әр адам жертва болуға кішкене икемді келеді, әсіресе әйелдер қауымы. Сондықтан да жертва психологиясын біз үйренуіміз керек. Егер сізде сол жертвалық болса, онда сол менің курсым арқылы шығуға тамаша мүмкіндік болады. Одан кейін ең үлкен соңғы модуль бізде 5-ші модуль. Бұл үлкен тема. Бұның ішінде 5-6 сабақ қарастырылған. Бұны екіге бөлсем де болатын еді, бірақтан үлкен дұрыс отбасы қандай деген тақырыпты қойдым 5-ші модульге. Ода қалыңдықтарға кеңестер, қалай ер адамды қалай таңдаймыз, сосын тұрмыстық өмірдегі жаңағы тұрмысқа шыққаннан кейінгі депрессия. Бізде білеміз ғой, отбасылық әйелдер біледі, бала босанғаннан кейін депрессия болатын. Ал негізінде бала босанғаннан кейін емес, ең алдымен қыз баласы тұрмысқа шыққаннан кейін депрессияда жүреді. Мүмкін дұрыс таңдамадым ба, мүмкін былай ма, тұрмысқа шығып алады, той өтеді, содан кейін уже кішкене депрессияда жүреді. Оның себебі неде және оны қалай жеңіп шығамыз, сол жайлы сабақта болады. Одан кейінгі сау қатынастың белгілері жайлы айтылады. Сау қатынас қандай болу керек, қалай сау қатынасқа барамыз, одан бұрын отбасы жүйесі қандай болу керек, система қандай болу керек. Егер система дұрыс болмаса бұзылады, сол себептері, дұрыс болмау себептері, бұзылу себептері жайлы айтамыз. Отбасы системасы дұрыс болмаған, естественно, ол отбасы кризистеріне алып барады. Отбасы кризистері жылдар өте асқынады, ауру сияқты, кәдімгі адамның ағзасы сияқты, тән сияқты ауруларға дұрыс қарамасаң, ол асқынып кетеді. Сол секілді біздің отбасымызда дұрыс қарап, жұмыс істеп, оған күтім жасаған кезде ғана, екі қол сияқты адам күтім жасаған кезде ғана отбасы берік болады. Сіз өзіңіздің 50%-іңізді менің курсым арқылы жасаған кезде, мүмкін, иншалла, еріңіз де, күйеуіңіз де сол 50%-ді өз жауапкершілігіне алар. Міне, отбасы кризистерін үйренгеннен кейін, одан қалай шығу керек, соны үйренеміз. Одан кейін қарым-қатынасты барынша жақсарту жолдарын, эффективный жолдарын, техникаларын үйренетін боламыз. Бұл поп психология емес. Әрине, сіздерге түсіндіру үшін поп психология бағытында мүмкін сабақтар болар.
Бірақтан сабақтарының арасында көбісі мына кәдімгі өзіміздің ғылыми психология, отбасы психологиясын алынған. Украинадан оқыдым, Московский институттан да курстар оқыдым. Иншалла сол оқығанымды ислам фильтрінен, сүзбесінен өткізіп сіздерге беруге тырысамын. Ал сіздерден тек қана жақсы сабаққа деген жақсы ниет, осыдан бір дүние алып алайын, өзімді өзгертейін, өмірімді өзгертейін, қарым-қатынасымды өзгертейін деген ниет, және оны амалға асыруға деген ынта болса болғаны. Тіпті сіз сабақ оқысаңыз да сіздерде қиындықтар болуы мүмкін. Қазірде қаншама тренингтер, коучингтер, психологтардың кеңестерін аласыздар, бірақтан проблемалар болады. Және ол нормально, ол қалыпты жағдай. Тек қана одан дұрыс шығу, ажыраспай, мәселені барынша екі тарапқа да жақсы болатындай етіп шешуге тырысу, бұл міне жақсы білімнің нәтижесі деп. Коуч психологтар семьясында керемет, бақытты деп ешкім айтпайды, себебі олар үнемі жұмыс жасайды. Олар себебін біледі, салдарын біледі, және оны түзеуге тырысады. Мен де сондай коуч психологтардың қатарынан, мен де отбасымда конфликттер болады, және оны біргелікте, күйеумен біргелікте шешіп отырамыз. Конфликттер болмайды емес, болады, міндетті түрде болуы да керек. Оны дұрыс шешудің жолын иншалла курста үйрететін боламын. Жертвалықтан, тәуелді қатынастан шығып, шекарамыз дұрыс қорғаған, дұрыс құндылықтары бар тұлға ретінде шығасыз деген үміттемін. Тек ниетіңіз дұрыстаңыз, және менің курсым барысында басқа курстарды қабаттастырып сатып алмаңыз, қатыспаңыз. Инстаграмнан көптеген бір психологиялық сабақтарды қарамаңыз пока. Осы курс біткеннен кейін барып, кішкене бір аптадан кейін қараңыз. Және практикалық тапсырмаларды дер кезінде сол уақытта орындап отыруға тырысыңыз. Мысалға, стресске байланысты тапсырма делге, сол стресске байланысты тесттен өткеннен кейін өзіңізде байқасаңыз стрессті немесе выгоранияны, сол берілген кеңестерді бұлжытпай сол уақыт аралығында орындауға тырысыңыз. Сонда нәтиже мынауский болады. Одан кейін мен ішкі күйім, ересек, ата-ана күйі, бала күйі деген темалар болады ғой, сол кезде тапсырмалар беріледі. Және улық қатынас, сау қатынасқа арналған жаңағыдай тест немесе кинолар, разборлар беріледі. Солардың барлығын барынша талқылауға тырысыңыздар группада, топта, жарай ма? Сол талқылау арқылы сіздің миыңызға сигнал бар, және ол ақпараттар қорытылады. Бір демде ол 15 күн, 20 күннің ішінде ол ақпарат қорытылып кетпейді, қыздар. Оны амалға асырып, уақыт өте қолданған кезде ақпарат қорытылып сіздің миыңызда сақталады. Сондықтан уақытша жадыны құр информацияға толтырып тастамай, мен берген тапсырмаларды бұлжытпай орындау арқылы сіз нәтижеге жетесіз. Егер сабақтан кейін отзыв берген кезде жақсы отзыв беріп, бірақ өміріңізде нәтиже көрмей жатсаңыз, онда қайтадан жасап көруге, қайтадан сабақты көруге кеңес беремін. Иншалла сабақтарымды көргіңіз келсе, каналыма жазылыңыз. Бұйырса, каналда сабақтар үздіксіз шығып отырады.